Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше молочная девочканың ерекше рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл тура точь-в-точь молочная девочка болып шықты, бірақ рецептісінде мен бір ғана құрамын өзгертіп жасап көрдім. Ол өте дәмді, жұмсақ, тура сол молочная девочка сүтті қыздың рецептісі болып шықты. Сіздер мені видеомды соңына дейін көріңіздер. Және де жасап көрулеріңізге сұраймын. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Молочная девочканың тура да өзі болып шықты. Мен кішкентай баламның туылған күніне жасаған едім. Енді керемет, жұмсақ, әрі қатты тәтті емес, өте дәмді болып шықты. Ең алдымен жұмыртқамызды, 3 жұмыртқамызды үстінен кішкене тұзды, щепотка соли, шым-шым тұзды ғана сеуіп, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан кейін үстінен 150 граммдай құмшекерді салып, аппақ пенка болып шыққанша жақсылап араластырып аламыз. Біздің табамыз, жұмыртқа салған таба міндетті түрде ішінде ешқандай да суда ештеңе болмау керек. Тап-таза сухой болу керек. Неке осылай жақсылап араластырғаннан кейін өзі осындай пышный масса болып шығады. Аппақ болғанша араластырамыз. Неке осындай аппақ болды массамыз. Және де соның үстінен 100 грамм сүтті құйып, жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Үстінен 10 грамм разрыхлитель, ,150 грамм ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды бөліп саламыз. 280 грамм ұн кетті менде. 280 грамм ұнды 2 бөліп саламыз. Жаймен араластырып, шамалы қою болған тесто шығу керек. Неке ұндарымыздың бәрін салып болғаннан кейін қою масса шығу керек. Неке пергамент қағазын осылай дайындап алдым. Сіздер осындай кольцоға осындай дәл осылай домалақтатып өлшем бірлігін жасап алсаңыздар болады, немесе қағазға жаңағы ручкамен де сызып формасын жасап алсаңыздар болады. Менде мұнда 21 диаметрлі корждар болды. Мен сәл биік торт жасауым керек болғаннан кейін 21 диаметрді алдым. Ал сізде өз қалауларыңыз бен бойынша жасасаңыздар болады. 22 диаметр немесе 18-16 диаметрлі өлшем бірлікпен жасасаңыздар болады. Мен биік торт жасағым келгеннен кейін 21-ді алдым. Дәл осылай формамен сызып, осы маған ыңғайлы болды. Өйстіп салып, бір 3 қасықтай, үлкен қасықтың 3 қасығындай салсаңыздар жеткілікті болады. Осылай тегістеп, менде 8 корж шықты. 5-6 минут қана қызып тұрған пешке пісіріп алдым. Беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Мұнда кремін жасауға салқын сливки, міндетті түрде сап-салқын сливки 33% болу керек, ол міндетті түрде.
Өйткені біз осылай араластырып жатқан кезде ол көтерілмей қалуы мүмкін, яғни қоюланбауы мүмкін да. Сол үшін міндетті түрде 33% сливки керек. Сливкидің үстіне сахарный пудра 50 граммдай. Жақсылап миксермен араластырып, өте ұзақ араластыру керек. Осындай қою болып шыққанша. Массамыз осылай қоюланды. Енді крем-чиз. Как всегда, менде калий 69-ның крем-чизі. Крем-чизден 150 граммдай ма, сондай қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Енді осындай подложка қойып, подложканың үстіне міндетті түрде кішкене ғана кремді жағып қою керек. Біздің корждарымыз ары-бері тайып кетпес үшін солай жағып, үстінен коржымызды қойып, әрқайсының үстінен кремімізді жағып, тортымызды жасап аламыз. Мендегі осы граммен жасаған кремім барлық осы 8 штук коржға да арасына кетті, және де сыртына обтяжкасына да дәл осы кремнің жетті. Енді тортымызды осылай тегістеп, жан-жағын барын тегістеп, ацетатный пленканы сыртынан орап, сыртынан тағы да кальцонымызды осылай жақсылап нығыздап, ол бір тегіс болып шығу үшін холодильникке 2 сағат, 3 сағатқа қойып қоямыз. Обтяжкасын жасайтын боламыз. Обтяжка деген ол кремнің сыртын жасалуы, оның жасалуы міндетті түрде комнатный температурадағы, бөлме температурасында тұрған сары май болу керек, 80 грамм. Оның үстінен сахарный пудраны салып, міндетті түрде сахарный пудра болу керек. Дәл осылай екеуін жақсылап араластырып, аппақ болғанша араластыру керек. Сол кезде біздің креміміз нығыз болып тұрады. Сыртына крем жасаған кезде үстінен крем-чизімізді салып, жақсы бір масса шыққанша араластырып аламыз. Неге массамыз дәл осындай болу керек. Крем-чизіміз міндетті түрде холодильниктен шыққан салқын болу керек. Неге біздің тортымыз 3 сағаттай тұрды. Сыртындағы ацетатный пленка мен кальцион барлығын алып, неге ол түп-түзу болып шықты. Енді кремімізді кондитерский мешокқа салып, жан-жағына осылай жағып, шпательмен, спатуламен тегістеп туралап аламыз. Бұл өте дәмді, әрі жұмсақ, дәл-медәл молочная девочканың бір түрі сияқты болды. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Даже сгущенкаға қарағанда бұл аса қатты, тәтті болған жоқ. Сгущенкамен жасалған кезде ол қатты, тәтті болып кетуші еді.
Ал мына құраммен жасағаннан кейін орташа тәтті болды. Мен отбасыма өте қатты ұнады. Келесіде тағы да жасап көретін боламын. Дәл осы рецептпен. Мінекей, тортымыз дайын болды. Оны кескен кезде ешқандай да айырмашылық жоқ. Тура сол молочная девочка сияқты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар.